Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қыз жібек жырын оқыған болатын. Ақылды қалам арқылы үзіндіні тыңдайық. Халық жыры. Ал енді оқушылар, біз қыз жібек жырының үзіндісін оқып болдық. Интерактивті тақтада Леонгаps платформасында біз сөз жұмбақты орындайтын боламыз. Кім бірінші шыққысы келеді осы сұрақтарға жауап беру үшін? Ал Алина Төлегеннің әкесі кім? Базарбай. Ал оқушылар, біз сөз жұмбақты аяқтап болдық. Қазір біз алдымызда тұрған планшетпен Sleepy платформасында тесттарды орындайтын боламыз. Жырдағы Базарбай, Төлеген, Сансызбай деген кімдер? Осы сұраққа кім жауап бергісі келеді? Өз ойларыңызды айта қойыңыз. Мен айтамын. Алма орнынан тұрып айта қой. Жырдағы Базарбай ол басты кейіпкердің әкесі. Төлегенге келетін болса, Төлеген өзі жырдағы басты кейіпкер, ал Сансызбай Төлегеннің Оқушылар, біз қыз жібек жырына байланысты тапсырмаларды орындап болдық. Енді Planet платформасында ұялы телефондармен кері байланыс жасайтын боламыз. Қыз жібек жырын толық меңгердіңіздер деп ойлаймын. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.